Баршаңызға сәлем. Бүгін кешкі асқа люля кебаб тағамын дайындаймыз. Өте оңай жасалады әрі ерекше дәмді болып шығатын тағам. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Оның үстіне пиязымызды немесе жуамызды блендердан өткізіп салғанымыз жақсы. Ал егер блендер болмаса, ұсақтап турап қоссаңыздар да болады. Татымына қарай тұзын, бұрышын, специясын қосып, міндетті түрде панировочный сухариді және де паприкамызды қосатын боламыз. Жақсылап араластырып қолымызбен, бұл жерде араластырған маңызды, жақсылап қолымызбен мыжып араластырып, осылай видеодағыдай бірнеше рет ұрғылауымыз қажет. Сол кезде формасын жақсы сақтайтын болады. Одан кейін бізге шпажка қажет болады. Шпажкаларыңыз үлкендеу болса, кішкене етіп қайып жасасаңыздар болады. Қазаныңызға сыймай қалып жатса, кішкене етіп кесіп алыңыздар. Осылай екі жағын әбден қысып, ішіндегі ауаларын шығаратын боламыз. Сол кезде формасын жақсы ұстап, люля кебаптарымыз жақсы пісетін болады. Барлығын дәл видеодағыдай етіп, шетінен жасап шығатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, күнделікті рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Мінекей барлығын жасап шығамыз, қазанымызға май құйып, қыздыра беретін боламыз. Шет-шеттерінен пісіріп аламыз. Егер де қазаныңыз кішкентайлау болса, 3-4-ден ғана салып, аударуға ыңғайлы қылып пісіріп алыңыздар. Осы жерде мен 5-еуін салдым, бірақ та маған ыңғайсыздау болды. Аударған кезде, пісірген кезде ыңғайсыздау болады. Сол себепті 3-4-ден ғана салып, қуырып алыңыздар. Екі жағын әбден қуырамыз. Міндетті түрде осылай жасаған кезде ішіндегі ауасын тығыздап, сығып, ауасын босатып алған жақсы. Әйтпесе, осылай пісіріп жатқан кезде суырылып шығып кетуі мүмкін. Екі жағын аударып толықтай пісіреміз. Бұл кезде іші толықтай піспейді. Бізге бұл жерде тек сыртын қуырып алуымыз қажет болады. Одан кейін қазір толықтай пісіретін боламыз. Барлығын шетінен пісіріп шығамыз, және де картоптарымызды үлкендеу етіп турап, немесе шағын картоптарыңыз болса, тұтастай салып қуырып алсаңыздар болады. Дәл осы майға қазір қуыратын боламыз. Барлық люля кебаптарымызды қуырып алғаннан кейін, оларды босатып алып, қалған майымызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Себебі бұл май бізге көптеу болады. Ал люля кебапты пісірген кезде көп мөлшерде майға қуыруымыз қажет, екі жағы қуырылуы үшін. Майды кішкене қалдырып, осы ыдысқа картоптарымызды бірден тұздап араластырып, осы жерде қызарғанша дейін қуырамыз. Екі жағы қызарғаннан кейін, енді үстіне люля кебаптарымызды салып, үстіне кішкене ғана суымызды тамызып, толықтай піскенше дейін жай отта пісіретін боламыз. Бір жарты сағаттай уақытта пісіп шығатын болады, өте тез. 20 минут, жарты сағатта пісіп шығатын болады. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Үстіне жуаңызбен немесе укроптарыңызбен сәндеп ұсынсаңыздар болады. Осылай кешкі асқа, ауызашарға әдемі етіп, ерекше етіп тағам жасауға кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады, үйіңіздегі адамдардың көңілінен шығатынына сенімдімін. Ал оның қасына осындай күнделікті жасауға арналған қарапайым ингредиенттерден тұратын ерекше дәмді, аппетитті ашатын салатты жасауға кеңес етемін. Ол үшін бізге капуста, қияр және де сәбіз қажет болады. Егер де осы ингредиенттеріңіз холодильнигіңізден табылса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген тағаммен үйлесімін табатын өте жеңіл әрі витаминный салат болып табылады. Капусталарымызды ұсақтатып турап шығамыз. Бұл жерде капустаны сығып, қытырлағын кетірмейтін боламыз. Осындай күтірлік күйінде қолданамыз. Және де огурцыңызды, қиярыңызды, сәбізіңізді маңызды емес қандай етіп турасаңызда, мен осы жерде кубиктап турадым, және де морковьті теркіден өткізсеңіздер де болады. Барлығы бізде шикілей
сәбізімізді шикілей кезінде қолданамыз. Барлығын жақсылап турап аламыз, және де татымына қарай тұзын, бұрышын, немесе паприканы, ащы бұрышты салып, чеснокты салып, бұл салатты ашқылтым салат қылып жіберуге де болады. Мен бірақта бұл жолы кішкене қантымды қосып, тұзымды қосып, және де сұйық маймен араластырып, үстіне кішкене уксус қосып жасадым. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ал достар, қазақ тілдік каналдың дамуына үлесіңізді қоса отырып, мені қолдап, рецептеріме лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Каналымнан жіберіп алмау үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей бізде салатымызда дайын болды, өте тез жасалады. Сіздерге де кеңес етемін, жасап көріңіздер, ас болсын. Келесі рецептерде кездескенше.